Сәлем достар, сіздермен болған мен Жылзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде Жеті гүл екінші бөлімі. Бұл сериал сіздерге қызықты және де ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса, әрине де менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздер менімен бірге болыңыздар, ал мен сериалды бастаймын. Кеттік. Мен тамақты жақсы қылып істеген едім ғой, тұзды қалай ащы болып кетті. Неге менің тамағым жаман, мені жақтыртпайды? Не болды? Не болды дегеніңіз? Әкем ұрысты. Не деп ұрысты? Ой, сен мына жерде көріп оттың ғой. Тұзы ащы, жемеймін деп ұрысты. Ал әпкеме өте ауыр тиді. Ой, бұл әпкеме өте ауыр тиіпті ғой. Әпкеме барып біз көмектесуіміз керек. Ей, Асылжан, сен неге өзің тамақ істемейсің? Енді маған ұл туып бер, маған қыз керек емес. Ұқтың ба? Сенің қыздарың маған ешқандай көмектеспейді. Саған ғана көмектеседі, маған дымда пайдалар жоқ. Сол себепті маған бір бала болса да туып бер, маған ұл керек. Енді қыз беріп жатса не істеймін? Мен емес қой барлығын шешетін. Білесің, төбеде бір Алла шешеді. Мен оны шешпеймін ғой. Және де қыздарым өзі біледі, кімге көмектеседі, кімге көмектеспейді. Олар қыз ғой, кішкене аясаңшы. Оларды еркелетіп қой, ұрса бермей. Сен аузың жап, маған ұл туып беруші бол, ұқтың ба? Әкем де осы барлығына тесетте жүреді. Бізді жақтыртпайды, оған тек ұл керек. Ал біз оған ұнамаймыз. Неге ұнамаймыз осы? Бізге үнемі ұрсады. Біз оған тамақ беріп, барлығын жасап жатыр қой. Біз болмаса не істейді екен? Жыламашы болды, әкеме өзім айтамын. Енді саған ұрыспайды. Жыламашы. Қызым, не болып қалды? Болды, жыламашы. Жүр кеттік. Саябаққа барып қыдырып қайтайық. Мен саған тәтті нәрселер алып беремін. Мороженое жейміз. Анашым, мен ондай жастан өтіп кеттім. Мен кішкентай қыз емеспін. Әкем неге мені жақтыртпайды? Мен оған дәмді қылып тамақ істеп берсем, ол тұз ащы деп менің тамағымды жақтыртпай кетті. Және де маған қатты ұрысып кетті. Неге маған ұрса береді? Әкеме айтыңызшы, өтініш. Енді қызым, мен қалай айтамын әкеңе? Яғни дауыс көтере алмаймын. Бірақ саған ұрыспайтын болады. Болды, жылама. Жүр кеттік ендеше. Сенің тамағың өте дәмді ғой. Жүра ғой. Барлығы бүгін менің жыныма тиіп жатыр. Маған қыз керек емес, маған ұл керек. Қанша рет соны армандап жүрмін. Мені тұқымсыз қалдыратын болды ғой. Әке, сіз бұл жерде отырсыз ба? Енді қайқа отырайын? Әке, сіз неге бізге үнемі ұрса бересіз? Сіз бізді жақтыртпайсыз. Біз сізге ұнамасақ, айтыңыз, бізді жетімдер үйіне апарып тастасаңыз болады. Сізде әке бізге керек емес. Немесе сіз өзіңіз жалғыз отырыңыз, анамыз барлығымыз сізден кетеміз. Сіз бізді жақтыртпайсыз. Ей қыз, сен не деп тұрсың?